жасым 26-та. Осы жерге не себеп деп отырсыз? Адам тонап отырмын. Адам тону Қазақстан Республикасы 191 бабы 3-ші бөлігін 5 жылға бас бостандығынан айырылдым. Мен басында қалай айтсам болады, охрана болып жұмыс істедім лото-клубта. Содан бір жігіт көрсетті ставкада кіріп. Айлығым 90 мың теңге, 5 мың теңге салып 180 мың ұттым. Уже маған ой келді, шайтан ой салады. Оңай ақша, жеңіл ақша, мен не істеп жүрмін мына жерде. Бір айда 90 мың өлшемі, 5 мың теңгесі больше аламын деп ой болды. Содан басталды ғой, уже адам алдай бастадым. Қасымдағы адамдарды алдадым. Дальше уже базарда жүрген соң базардағы адамдарды алдай бастадым. Айналамдағы адамдардың барлығын алдадым, бүкілінен ақша алдым. Бермегендерден тартып алдым. Лото клуб. Кено, рулетка барлығын. Қалай айтсам болады. Шаруа ұстадым, сосын азарт ойын ойнадым. Азарт. Не мақсатта барсыз? Барлығына кінәлі азарт болды. Азартқа беріп кетті, құмар ойын. Жұмыс жасаған кезде ішімдік немесе психотроптық нәрсе қолдандыңыз ба? Ештеңе қолданған жоқ. Қылмыс жасаған кезде бұл артық неге апаратынын білдіңіз бе? Осында түсетінімді қалай айтсам болады. Білдім, рисковать еттім, азарт требет етті, Қорқыныш сезімдер болдыңыз? еш нәрсе, өтірік айтпасам, еш нәрседен қорыққан жоқпын. Бір күндік мен өмір сүрдім, былай келгенде. Еш нәрсе ойлағандас, Жоқ. ақша керек болды. Тек ақша керек, ставкада болды. Барлығыңызға болдыңыз ба? Же жаңа құмар ойын ойнап бастағаныңыз? Құмар ойын ойнап бастағаныма, сол қылмыс жасағаныма барлығым үшін өкінемін. Әкешім ешкім тыңдамағаным үшін өкінемін, барлығы үшін. Өз бетіме кеткенім үшін. Жаңа сәтте оралсақ ше? Қайтадан өзгертер ме едіңіз соны? Қазір келсе өзгертем мен барлығы. Мен де шешесі өстім. Әкемнің қолында өстім. 4 баламыз. Үйдің кенжесі мен де. 3 апам бар. Олардың бөлек отбасылары бар. Просто ойлаймын, просто шешелік мейірім жетпеген шығар просто. Где-то қиналған кезде сегізінші класстан бастап жұмыс істедім. Спецшколда оқыдым. Бұл азартпен жаңағы қылмыспен айналысқан кезде сіздің отбасыңыз бұл туралы білді ме? Жаңағы азарт ойнайтын. Әке-шешем, әйелім, 2 балам бар. Барлығы қарсы болды. Ойнама деп ескертті. Өтірік айтпасам, ешкімді тыңдаған жоқпын. Соның арқасында осында отырмын. Тыңдаған жоқ, азартты до конца қуаламын. Осында келіп түсініп отырмын барлығы. Қазір Аллаға шүкір, әйелім, семьям барлығы 2 ай сайын келіп тұрады свиданкаға. Олар үміттерін үзген жоқ. Әлі сенеді. Енді иншалла ертең шыққансын дәлелдеймін. Әке-шешемнен барлығынан қалай айтсам болады. Кешірім сұрадым. Барлығын осында отырып, нөмір 70 мекемесінде жұмыс жасап жатырмын барлығы. Барлығын түсіндім ғой. Қанша бала, қанша отбасылар үйде? 2 қызым бар. Бостандықтың қадірін түсінген жоқпын. Осында келіп Аллаға шүкір түсіндім бостандықтың қадірін. Әке-шешемнің қадірін, әйелімнің қадірін, балдарымның қадірін. Айналамда менде дос көп болды. Данный момент әке-шеше бауырларым ғана қалды. Осында келіп мен барлығын түсініп, өкінемін әке-шешем тыңдамағаныма, бауырларым тыңдамағаныма. Сол барлығына құмар ойын ғой кінәлі. Нөмір 70 мекемесінде столовыйында жұмыс жасаймын. Тамақ таратушымын. Осында зарплатымның барлығын 2 балама жіберіп отырмын, әйеліме. Шамалы садигін, анаусын, жауып. Біде кемшіліктерін жауып отыр, Аллаға шүкір осында жұмыс істеп. Барлығын түсіндім, өкінемін барлық жасағандарыма. Нақты жолға тұрдым деп есептеймін. Үлгілі әке болып, үлгілі жары болып, әке-шешемнің үмітін ақтаймын деген ойдамын. Бостандыққа шықсам. Қанша жыл болдыңыз? 5 жыл. Сол ойнап жүрген кезде оны қойып кетейін деген. Просто қарыз көп болды менде. Бір қарыздың соны жабамын деп, екінші қарыз жабамын, 3-ші қарыз. Сөйтіп, уже больше қарыз болып кетті.
бала күннен базарда өстім, тачки сүйредім, саудамен айналыстым сол кезде. Сол азартқа кірмей тұрып саудамен айналыстым. Сосын қыстың күні охрана болып жұмыс істеп жүріп, сол басталды. Жаздың күні бүкіл жаңағы саудамен айналысқан сауданың ақшасын барлығын салдым ғой. Базардағыларды алдадым, бүкілін салдым. Енді иншаллах шығып жатсам, сол дәлше сол саудамен айналысып, адамдардан қарызын беріп, сол бірінші мақсатым сол. Енді мен өкінем істеген тірліктеріме барлығын толықтай мойындаймын, істегеніме өкінем. Шыққансын әке-шешемнен кешірім сұрап, бала шағамды үлгілі әке болуға уәде беремін, иншаллах шыққансын. Қазіргі жастарға ақыл кеңесіңіз, немесе жаңа құмар ойын туралы айтсаңыз. Жастарға айтарым, артынан еріп келе жатқан бауырларыма, аға інілеріме барлығын айтарым. Бостандықтың қадірін білгендерін сағлаймын. Қалай айтсам болады, әке-шешенің, бауырының, семьяның қадірін сол қастарында бірге жүрген кезде білгендерін қалаймын. Азарт алысқа бармайды екен. Түбі осы, түрме или өлім ғой, азарттың түбі. Сол естерін жиғанын қалаймын барлығын.